Еңлік кебек. Ту тіккен тобықтының қосбасшысы. Жуан таяқ тоқтамыс деген кісі. Жамағайын жақыны сол кісінің бар екен кебек деген бірінісі. Ол кебек мықты болған жас басынан, тоқаңда тастамайды өз қасынан. Жасы бала болса да жан отты деп, артық көріп не сабаз жолдасынан. 15-інде кебектің аты шықты, атты жаяу бәріне бірдей мықты. Көз өткір, қара торы жігіт екен, орта бойлы тапалдау кең иықты. Ел қамы үшін өлуге жанын салып, соғыс десе тұрмайды қойса байлап. Жауға батыл, жақынға және депті, кішінені, үлкенді ағатайлап. Ол кезде балгер болған нысанабыз, шын дәулескер бақсының өзін ағыз. Шын айтама кім білсін, шын айтама айтқаны келеді деп қыладаңыз. Кебек батыр өз бақытын сынамаққа әдей іздеп келіпті. Балгер жаққа, оңашада жалынды абызға кеп, балаш бер деді де біздің баққа. Ей абыз, аш балыңды, қобызың тарт. Алар ақың бар болса, мойныма арт. Балыңа не түссе де жасырмай айт, жалғыз ақ сол арасын қыламын шарт. Шырағым, балаштым деп мал алмаймын, ол үшін саған ақыл сала алмаймын. Жаман айтсам жабығып қала көрме, жынның сөзін жасырып қала алмаймын. Соны айтып, қобыз алды кебек қарнап, шақырды жындарының атын зарлап, қара қалмақ қорқыттың күйін тартып, қобызына ән қосып кетті сарнап. Темір масақ жабырлап тұр сұлдырлап, екі көзі бақсының тым бұлдырлап. Андың қойып тыңдасаң сарнағанын, сақтанбасаң алғандай ақылдырлап. Мұңлы қоңыр дауысы шықса зарлап, ықтиярсыз кетеді бой шымырлап. Дейді де тыңдайды анда-санда құлағына кеткендей жын сыбырлап. Екі көзін қан жауып өңі қашып, сұп-сұр болып, алартып көзін ашып, шүлдір-шүлдір сөйлесіп, жыныменен өзін-өз тоқтатты әзер басып. Нысанабыз қысылып батқан терге, қарады да сөйледі кебегерге. Жалың, биік қабақ, сұрлау қыздан, батырым ондай жанға көңіл берме. Бұл сөзді өз ойымнан айтпаймын құр, жын шіркін осылай деп айтқызып тұр. Қара жартас түбінде кез келеді шырағым, сондай қыздан сақтанып жүр. Әдей іздеп бармассың, кез боларсың. Кез болсаң алыс емес, тез боларсың. Сақтыққа қорлық жүрмес деген бар ғой. Сақтанбасаң, артқыға сөз боларсың. Оны естіп кебек кетті өз жайына. Батса да балгер сөзі шымбайына, ойланбай бір жолата кетті ұмытып деді де, жынның сөзін тыңдайын ба?